Математика сабағымызды бастаймыз. 158 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы құрама фигуралардың ауданы. Болашаққа көз тастаған фантаз жазушылар деп аталады. Сабағымыздың мақсаты құрама фигуралардың ауданын анықтауды үйренесің. Балалар, оқулығымыздың 105 бетіндегі бірінші тапсырмаға қарайық. Электрлі су асты қайығының қай жылы пайда болғанын анықта. Ертеректе 1870 жылы Жюль Верн 20 000 лие су астында романында ержүрек капитан Немоның басшылығымен жүзген Наутилус су асты кемесін сипаттайды. 90 жылдан кейін өткен ғасырдың 60 жылдары шынайы электрлік сүңгуір қайықтар пайдалануға берілді. Яғни 90 жыл бұрын Жюль Верн фантаз жазушы электрлі сүңгуір қайық туралы әңгіме жазған. Бірақ сол әңгімедегі қайық өткен ғасырдың 60 жылдары ғана пайдалануға берілген. Яғни сол электрлі су асты қайығының қай жылы пайда болғанын анықта. Балалар, мына екінші тапсырмаға қарайықшы. Осындай геометриялық фигуралар дайында. Олардан құрама фигуралар құрастыр. Олардың ауданы нешеге тең болады? Алдымен балалар, біз фигуралардың ауданын қалай табатынымызды еске түсіріп алайық. Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Үшбұрыштың ауданын табу үшін тік бұрышқа іргелес жатқан қабырғаларының ұзындықтарын көбейтіп, екіге бөлеміз. Шаршының ауданын табу үшін бір қабырғасын екінші қабырғасына көбейтеміз. Есіңде сақта, құрама фигуралардың ауданы оның құрамындағы фигуралардың аудандарының қосындысына тең. Мына суретте бағанағы тік төртбұрыштан, шаршыдан, үшбұрыштан мынандай құрама фигура құралды. Енді осы фигураның ауданын табу үшін үшеуінің ауданын қосамыз. Яғни тік төртбұрыштың ауданын, шаршының ауданын, одан кейін үшбұрыштың ауданын қосамыз. Сонда құрама фигураның ауданы табылады. Енді балалар, осы айтқанды орындап, үшінші тапсырмадағы мына тапсырманы орындайық. Фигуралардың ауданын есепте. Қалай ойлайсың, есептеуді әртүрлі тәсілмен орындауға бола ма? Бізде үшінші тапсырмада екі фигура берілген. Біз бірақ соның біріншісінің ауданын табуды екі тәсілін қарастырайық. Бірінші тәсілі, фигураны екі фигураға бөлеміз. Тік төртбұрыш пен шаршыға. Тік төртбұрыштың ауданы мен шаршының ауданын тауып алып, екеуін қосамыз. Яғни тік төртбұрыштың ауданын табу үшін 4 сантиметрге 3 сантиметрді көбейтемізді, ал шаршының ауданын табу үшін 2 сантиметрді 2 сантиметрге көбейтеміз. Сонда 12 сантиметр квадратқа 4 сантиметр квадратты қоссақ, 16 сантиметр квадрат болады. Ал енді тура осы фигураның ауданын азайту амалымен тауып көрейік. Ол үшін мына бос тұрған жерді фигура жасап аламыз, шаршығып. Үлкен фигураның ауданын тауып аламыз. Ол үшін 5 сантиметрді 4 сантиметрге көбейтеміз. Одан кішкентай шаршының ауданын алып тастаймыз. 2 сантиметрді 2 сантиметрге көбейтсек 4 сантиметр квадрат. Сонда 20 сантиметр квадраттан 4 сантиметр квадратты азайтсақ, 16 сантиметр квадрат шығады. Яғни екеуінде жауабы бірдей. Бірақ екі түрлі тәсілмен таптық. Тура осы екі тәсілді пайдаланып, екінші фигураның ауданын өздерің табыңдар. Өздік жұмыс. Оқулықтың 106-107 беттеріндегі номер 3, номер 4, номер 5, номер 7 тапсырмаларды орында. Іске сәт балалар, тапсырмаларды ұқыпты орындаймыз.